Сәлем достар, привет, друзья, мерхаба arkadaşlar. Мен сізге түрік әйелдерінің үйде қалай күтім жасайтынын көрсетемін. Бастау үшін біз пилинг жасаймыз, ол үшін бізге аздап тұз қажет. Және бізге жарты лимон керек. Лимонды тұзбен себеміз, содан кейін осы лимонмен бетімізді сүртеміз. Бұл процедура кезінде өлі жасушалар жойылады. Соның арқасында терінің үстіңгі қабаты жаңарып, тегіс және әдемі болады. Пилинг қара нүктелерді жояды, өңді жақсартады және теріні емдейді. Лимондағы қышқыл ескі эпидермис жасушаларды қабыршақтайды және жаңа жасушалардың пайда болуын ынталандырады. Лимон мен тұз бетті ашытады, қыжылдатады. Қорқудың қажеті жоқ, бұл қалыпты процесс. Пилингтен кейін бетіңізді дереу жылы сумен жуыңыз. Ал енді бет терісін тыныштандыратын маска жасаймыз. Ол үшін бізге бір шай қасық қаймақ қажет. Майлылығы маңызды емес. Қаймақ пигментация мен сепкілдерді ағартады, көздің астындағы қара шеңберді кетіреді. Сонымен қатар қаймақ дермистің серпімділігін қайтарады, минералдар жасушаларды нәрлейді және қалпына келтіреді. Қаймаққа бір шай қасық бидай крахмалын қосыңыз. Композицияны жақсылап араластырамыз. Бидай крахмалы әжімдерге қарсы күресте тиімді құрал. Сондай-ақ крахмал терідегі қабыну мен тітіркену қаупін азайтады. Маска дайын. Егер сізде өте сезімтал теріңіз болса, пилинг пен масканы қолданар алдында аллергиялық реакцияның бар жоғын тексеріңіз. Ол үшін білегіңізге аздап өнімді жағып 15 минут күтіңіз. Егер қышу мен қызару пайда болса, дереу сумен шайыңыз. Масканы бетте 15-20 минут ұстаймыз. Бір күнде нәресте сияқты теріге ие боласыз. Бұл процедураны өте сезімтал теріге ие адамдарға және 35 жастан кіші қыздарға ұсынбаймын. Достар, бұл видеоны басқалар да көру үшін жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл процедурадан кейін бетіңіз балғын, таза болады. Майда әжімдер кетеді. Әсері бірден. Пилинг пен масканы аптасына бір рет жасау керек. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар, әдемілер.